Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін біз дәмі ауздарыңыздан кетпейтін өте дәмді қызыл борщ пісіреміз. Алдымен етімізді жақсылап жуып алып, етімізді салқын суға салып, қайнатып аламыз. Етіміз қайнауға жақындады, міне осылай көбігін алып тастаймыз. Көбігімізді алғаннан кейін пиязымызды, сәбізімізді және қызылшамызды салып, баяу отта 1 сағат, 1,5 сағат қайнатып аламыз. 4 бұрыштап туралған картопымызды, қырыққабатымызды салып, толық піскенше қайнатып аламыз. Біздің борщымыз толықтай пісті. Енді мен пісірілген бір қызылшаны үккіштен өткізіп, осылай салып араластырып аламын. 5 минуттай қайнатып алсаңыздар болады. Қызыл борщымыз дайын болды. Дәмі енді өте керемет. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.